ұнайтын еді. Әй, жүрмеген жері жоқ шығар дейді ғой. Өзі жуып тұр соны. Өлікті жуып тұр. Ана кісінің тілінің ұзындығын қараңыз, ана жер. Өзі көрмеген, жүрмеген, соның бәрін жанында көрмей тұрып, соны айтады. Қалай айтады? Сол жерде жуып атқан кезінде қолы әлгі кісінің денесіне жабысып қалады ғой. Жабыса, сол күйі қатып қалады. Ала алмайды, қоя алмайды. Не істерін білмей, жұрт таңғалып, не істерін білмегесін, ана әйелді жерлеу керек. Сосын мәселе қозғайды. Не істейміз? Өліктің анау сол жабысқан жерін қырқып аламыз ба? Жоқ, мына кісінің қолын қырқып сол жерде қалдырамыз ба дейді. Өлікке құрмет үшін. Жоқ, әлде өлді ғой, енді оның жаны батпайды деп, соның өлген жерін қырқып алып тастаймыз ба деп пәтуа сұрап Анас ибн Маликке келеді. Бисмилла. Қашан ол кісіге 80 дүре соғылады, сол кезде қолы ажырайды дейді, өліктен денесі. Содан Маликтің заманында сөз қалған дейді. Имам Малик тірі кезінде Мадина қаласында өзгеден пәтуа сұралмасын деген.